Кайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратович, физика математика ғылымдарының кандидаты. Бүгін мынадай күрделі геометриялық, нақтырақ айтсам, стереометриялық есептің шешімін көрсеткім келді. Бұл есеп Совет өкіметі кезінде Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институтының физика факультетіне түсуге арналған жазбаша емтиханда келген есеп. Міне бірінші есеп, міне вариант бірдің бірінші есебі орысшасын оқимын. Бұрынғыдай енді сосын қазақша аударып тақтаға шығарып көрсетемін. Бірінші есеп: в усеченном конусе диагонали осевого сечения взаимно перпендикулярны, а образующая составляет с плоскостью нижнего основания угол альфа и равна L. Определит объем усеченного конуса. Енді қазақшасын аударайын. Қиық конустың осьтік қимасындағы диагональдары өзара перпендикуляр, ал оның жасаушы табан жазықтығы төменгі табан жазықтығымен альфаға тең бұрыш жасайды, және ол L-ға тең. Қиық конустың көлемін тап дейді. Бізге не берілген? Осьтік қимасы берілген. Осьтік қимасындағы диагональдар перпендикуляр екені белгілі, және оның жасаушысы L-ға тең, жасаушы төменгі табан жазықтығымен альфаға тең бұрыш жасайды. Осы мәліметтер белгілі. Бізге енді осыларды пайдаланып қиық конустың көлемін табу керек. Осы есепті сіздерге тақтаға шығарып көрсетемін қазір. Жаңағы сызбасын сыздым. Қиық конус деген қандай фигураны айтамыз? Яғни конустан табанына параллель жазықтықпен қиғанда пайда болған не? Осындай фигура, яғни үлкен табаны, астың табаны, үлкен табан, үстің табан, кіші табан, яғни үстің табанның радиус табандарын шеңберлер, және жасаушысы осылар деп қосатын несін, дұрыс па? Яғни бір жарыстажда осылардың нүктелерін қосатын ең қысқа кесімді осындай жасаушысы болады. Мында қарайық, енді мында осьтік қимасы дегеніміз не? Соны түсініп алуымыз керек. Осьтік қимасы деп табандарының екі табаны болады ғой, екі табанында шеңберлер, үлкен шеңбер мен кіші шеңбер, екі табан. Екі табанның параллель диаметрлері арқылы өтетін жазықтық не қыламыз? Ол жазықтық бір қима пайда болады ғой. Сол қима бізге осьтік қима деп атаймыз. Осьтік қима деген яғни биіктігі арқылы, биіктігі қалай болады? Конустың табанның центрларын қосады. Перпендикуляр ғой, дәлелдеу болады. Табандарының центрларын қосып, осы биіктігі арқылы өтетін қиманы біз дейміз? Осьтік қима деп айтамыз. Яғни басқаша қалай анықтауға болады? Яғни параллель диаметрлер арқылы өтетін. Осы қимада қалай пайда болады? Бізде тең бүйірлі трапеция, яғни бүйірлі ABC-да тең бүйірлі трапециясы пайда болады. Ол тең бүйірлі трапеция туралы, осы осьтік қима тең бүйірлі трапеция, ол қандай мәліметтер белгілі бізде есептен? Яғни оның диагоналдар перпендикуляр, AC BD-ға перпендикуляр, және бұрыш жасаушысы ABC-да жасаушысы төмен табанмен альфа бұрыш жасайды. Бұрыш табанмен жасаушысының арасындағы бұрыш өйткені перпендикуляр былай түссе осы жерге түседі, өйткені параллель жүрсе ол да перпендикуляр болып жазықтыққа. Мына бұрыш альфаға тең бізге, және осы жасаушылар екеуі тең бүйірлі трапецияның бүйір қабырғалар ол жасаушылар болады. Осы А мен С-да L-ға тең. Бізге нені табу керек? Конустың көлемін табу керек. Бізде енді ең бірінші қалай логикалық тұжырымда жасаймыз? Ең бірінші бізде конустың көлемін табу үшін нені білу керек? Бізде қиық конустың нақтырақ айтсақ көлемін табу үшін нені білу керек? Екі табанның радиустарын білу керек. Қалай болады? Қиық конустың көлемі 3 пи бөлінген 3 R1 квадрат плюс R1 R2, екі табан R1 R2 төменгі және жоғарғы табандардың радиустары плюс R2 квадрат бөлінген биіктігі. Біз сонда енді нені білуіміз керек? Табанның радиустарын R1 R2-ні білу керек, және биіктік оброй екенін білуіміз керек. Енді қалай табамыз? Бізге енді естеңіз, қимасын қарастырып аламыз, соны зерттейміз. ABC трапециясын жеке сызып аламыз мына жаққа. Мынаны енді ескерту үшін жаздым. Міне енді ABC трапециясының осьтік қимасы болатын сызып аламыз сонда. Қалай болады осьтік қимасы болатын? Қарайық. Міне ABC тең бүйірлі трапециясын сызып аламыз. Осьтік қима именно осы. Енді диагоналдар перпендикуляр екенін пайдаланамыз біз. Мынау диагоналдар перпендикуляр қалай қорытынды жасаймыз? Оның нүктесін диагоналдарын мысалы айтайық. К деген нүктеде қиылсын. Енді қарайық, бізге тең бүйірлі трапеция және диагоналдар перпендикуляр осында қандай қорытынды шығарамыз біз? Бұлай енді қарайық. Тең бүйірлі трапецияның диагоналдары тең, ол үшбұрыштардың теңдігі бойынша дәлелдеуге болады, оны уақыт кетірмеймін. Енді диагоналдары тең, енді мына жерде айырғыш бұрышпен бұрыш тең ғой, дұрыс та? Өйткені мынау параллель, АД BC-ға параллель. Сол дәл сол сияқты бұрышпен бұрыш тең, дұрыс па? Онда мына BKC мен
АК-да ұқсас. Дұрыс па? Наның қатынасы, БК-ның ДК-ға қатынасы, ЦК-ның АК-ға қатынасына тең. Ендеше бұл не? Бұл үшбұрыштар ұқсас. Дұрыс па? Енді қарайық. Олар енді мынау тең болғандықтан енді мыналар да тең болады. Өйткені не? АК мен К-ды тең, БК мен К-ды тең. Диагоналдардың теңдігіне жаңа ұқсастықты байланып дәлелдеуге болады. Олар АК-ды да, БК-ды да тең берілуші, тікбұрышты тең берілу болса онда не болады? Олар 45 градустан болады, дұрыс па? Енді К-ның нүктесіне биіктік түсірсек былай, дұрыс па? Онда не аның ортасына барады тікбұрышты тең берілуші бұрыш қой. және ол не? Тікбұрышты тең берілуші бұрыштың гипотенузаға түсірілген медиана да бесек тіпсе да биіктікте болады. Ана Е десек, былай жалғастырсақ, түзу, егер бір түзу басқа бір түзуге перпендикуляр болса, оған параллель түзуге де перпендикуляр болады ғой. Дұрыс па? Теорема мынаған да перпендикуляр. F биіктік болады. Енді КЕ бізге А-ның жартысына тең. Өйткені тікбұрыш үшбұрыштың гипотенузаға түсірілген медиана болып тұр. Өйткені тең бүйірлі неге екенін түсініп тұрсыздар ғой. Тең бүйірлі өйткені не? Үшбұрыштар ұқсас және диагоналдары тең бүйірлі трапеция болғандықтан. КЕ бізге А-ның жартысына тең. Дәл сол сияқты мынау да қайталамай қойып, тоже биіктікте медианада болып тұр ғой. Дұрыс. Сондықтан тікбұрыш үшбұрыш өйткені диагоналдары перпендикуляр деп тұр ғой заттың жағында. Онда КФ бізге БЦ-ның жартысына тең. Дұрыс па? Енді қарайық. БЦ-ның жартысына тең. БЦ-ның жартысына тең. Енді КЕ мен КФ-ті қоссақ, трапецияның биіктігі обыр-ойекке тең ғой. Өйткені нақтырақ айтсақ, О болады. Өйткені басқаша келетін өйткені ортасы болып тұр ғана. Ортасына диаметрдің ортасы центр болады. Центр болады нақтырақ айтсақ. Ол біз абстракт түрде белгілей салдық, бірақ біз дәлелдегеннен кейін көрдік. Дәл ортасына барады. Ортасына барса, значит центрлар бар. Обыр-ойекке неге тең? К-обыр, К-ойек дейді. К-обыр, К-ойек. Сонда енді обыр-ойек неге тең бізге? Егердің қосындысына деп, кесіндінің неге оның құрайтын кесіндінің ұзындығы, оның құрайтын кесінділердің ұзындықтарының қосындысына тең. Дұрыс па? Енді мына қарайық. К-обыр мен К-ойекінің қосындысы неге тең бізге? К-обыр мен К-ойекінің қосындысы бізге неге тең? Мына қарайық. К-обыр мен К-ойекінің қосындысы бізге обыр-ойекіні береді. Дұрыс па? Обыр-ойек ол неге тең? Ол биіктікке тең. Дұрыс па? Ол неге тең? Мына қарайық. Мына екінің қосындысы екі ортақ қойды. А-да плюс БЦ. Яғни табандарының қосындысының жартысына тең биіктігі. Егер тең бүйірлі біз не дәлелдедік мына жерде тең бүйірлі трапециясының диагоналдары перпендикуляр болса, оның биіктігі табандарының қосындысының жартысына тең дәлелдедік. Енді мына трапецияны жеке сызып алып не қыламыз? Табайық, биіктігін табайық. Мына жерде тура осы жерде жалғастырайық. Мына трапецияны жеке сызып алайық. Мына жерде дәлелдедік қой бізде. Мындай енді трапецияны не қыламыз? Жеке сызып алып, оның элементтерін табамыз, яғни табанның радиустарын табамыз, сосын биіктігін, сосын көлемін табамыз. Трапецияны сызып алайық жеке қарайық. Бізге не белгілі? А, Б, С, Д. L-ға теңіз. Мынау альфа бұрышы сізге биіктік түсірсек, биіктік өзгермейді ғой. Обыр баш, обырге тең. Баш, обырге тең. Обыр-ойекке кешіңіз, обыр-ойекке. Биіктік өзгермейді. Параллель табандардың арасында перпендикуляр түсірсек, дұрыс па? Өзгермейді. Мына неге тең мынау? Тікбұрыш үшбұрыштан қалай табамыз? L көбейтілген синустар өйткені альфа бұрышқа қарсы шаққан тікбұрыш үшбұрыш. Гипотенуза альфа бұрышқа қарсы шаққан кетеді, гипотенуза көбейтілген синустар табылады. Енді осы жерде қарайық. Енді бізге не шарттан алады, биіктік бізге неге тең дедік? Жаңа екі қабырғасын біреуін мысалы А-ны X дейік, мынаны Y дейік. А-ды X болсын, үлкен қабырғасы, үлкен табаны, кіші табаны Y болсын. Енді үлкен табаны ол диаметр ғана, сосын үлкен қабырғасы, үлкен табанына, табан қабырғасы, қиып қонысының табанының диаметрі, кіші табаны кіші, қиып қонысының кіші табанының диаметрі. Сосын осыларды тапсақ, радиустарын табамыз, сосын биіктік тауып қойдық. L синустар тауып. Енді екі радиусын тапсақ, андай көлемін таба аламыз ғой, дұрыс па? Енді не істейміз сонда X. Енді қарайық, біз жаңа ғана не дедік? Биіктігі X дедік, Y дейік. Осы оның қосындысының жартысына тең ғой. X плюс Y бөлінген 2 L синустар тең. Енді жерде қарайық, мына жақта да биіктік түсірсек, оны F десек, мысалы не? Мыналар тең ғой, дұрыс па? Гипотенузалары да тең, мыналардың дұрыс па? Тікбұрыш үшбұрыштардың теңдігі мыналар тең болады, сонда мынау тең болады. Мынау F-ді мен H тең. Значит, мына екеуінің бәрі HF мынаған тең. Төрт тұр ғой, дұрыс па? Мынау Y, мынау да Y. Значит, мыналардың бәрі қосылып бізге X беру керек. Мынау значит, мына екеуінің қосындысы не болу керек? X минус Y болу керек. Значит, мына екеуінің
несі тең ғой, өйткені әрқайсысы қаншадан болады деген қосындысы x минус y болса, онда қалай болады? Әрқайсысы x минус y бөлінген 2 болады, дұрыс па? X y. Ол неге тең? Мына үшбұрыш бойынша тікбұрыш үшбұрыш мынаған іргелес жақтан катет, ол l көбейтілген косинус альфа. Осындай біз теңдеулер жүйесін алдық. Енді оны не шешіп, x пен y-ті табамыз. Осылар шешейік теңдеулер жүйесін. Сосын x пен y-ті табамыз, сосын радиустарын табамыз, x 2-ге бөлінеді. Мына қарайық, осы жерден дереу өрнекті салайық, x бөлінген 2. Табанның жартысы радиус қате болады. Өйткені үлкен табанның диаметрі тұр. Мынау қалай жасақ болады мынаны? X бөлінген 2 плюс x бөлінген y, дұрыс па? Анда қалай болады? Қарайық. Анда қалай жазамыз? X бөлінген 2 ол плюс x бөлінген y тең l синус альфа. X бөлінген 2 минус x бөлінген y l косинус альфа. Міне. Олар радиус қате мұнан r1 дейміз, мынаны r2 дейміз. Өйткені табан диаметрдің жартысы радиус та, дұрыс па? Сондықтан не осьтық қимамантын r1 r2 деп дереміз. Табамыз r1 плюс r2 плюс r2 l синус альфаға тең, r1 минус r2 l косинус альфа. r1 үлкен табанның радиусы, r2 кіші табанның радиусын. Осы теңдеулер жүйесін қалай жетеді? Мына қоссақ 2r1 қалай? 2r1 тең l жақша косинус альфа плюс синус альфа. Дұрыс па? Осыдан қалай табамыз? r1 тең 2-ден l косинус альфа минус синус альфа. Үлкен табанның плюс синус альфа радиусын таптық. Үлкен табанның радиусын таптық. Енді кіші табанның қалай табамыз? Алып тастасақ, мынау жойып 2r2 тең синус альфа минус l синус альфа минус косинус альфа. Сонда r2 қалай болады бізде? 2-ден l синус альфа минус косинус альфа. Табандардың радиустарын таптық. Бізге не белгіледі? L мен альфа белгілі ғой енді. Олар арқылы өрнектедік, дұрыс па? Табандардың радиусын таптық. Енді біз не қыламыз? Көлемін табамыз, биіктігін тауып қойдық па? Дұрыс па, иә? Енді көлемін қалай табамыз? Қандай формуласы бойынша табамыз? Міне, қайталап айтамын. Үлкен табанның радиусы бөлшек бөлімінде 2 алымында l жақша косинус альфа плюс синус альфа, ал кіші табанның радиусы l алымында l жақша синус альфа минус косинус альфа бөлімінде 2 бөлінген 2. Осыған тең болды. Енді не істейміз? Мына l синус альфаға тең биіктігі. Енді не қыламыз? Формуласына қойып көлемін табамыз. В неге тең көлемі? В пи бөлінген 3 r1 квадрат ең бәрінде l бар ғой, l квадрат сыртқа шығарып береді. L квадрат, мақалай наның квадраты ғой, дұрыс па? L квадратына 4-тен 1 бәрінде 2 бар ғой, 2 квадрат болады да 4 бөліп кетеді, дұрыс па? 4-ті алдына шығарып берейін сонда. L квадрат бөлінген 4 болады сонда, L квадрат бөлінген 4 болады мына жерден. Өйткені бөлінген 2 квадрат болса, 1 бөлінген 4 болып кетеді, L квадрат бөлінген 4 жақша. Оның квадраты, косинус альфа плюс синус альфаның квадраты. L бөлінген 2-ның квадратының сыртына шығарып береді, бәрінде косинус альфа плюс синус альфаның квадраты. Плюс r1 r2-ні алып қайттан екеуі көбейтеді, қайттан ошақпен шығып кетеді ғой, что түсінікті ғой. Плюс алар көбейтеді мұнда. Жақшаға шығып кетеді. Косинус альфа плюс синус альфа. Косинус альфа минус синус альфа. Косинус альфа минус синус альфа. Плюс косинус альфа минус синус альфаның квадраты. Жақшаны жабамыз, көбейтілген биіктігі l синус альфа, Осыны енді түрлендірейік, енді қарайық. Мынаның квадраты қалай болады? Косинус квадрат альфа, қысқаша көбейту формуласы. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат плюс 2 косинус альфа синус альфа. Косинус квадрат плюс синус квадрат минус 2 косинус альфа синус альфа. 2 косинус альфа синус альфа минус 2 косинус синус альфа. Екеуі жойып жібереді, сонда 2 косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа болды. Косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа бірге тең ғой, негізгі. Ана жерде екеуі қосылып 2-ні береді, мынау қалай? Косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфаны береді ғой, дұрыс па? Сондай косинус 2 альфаны береді сонда. Онда қандай болды? Бізге жақшаның ішінде l мен l көбейтіледі, l куб болады. Онда қалай болады? Окончательно несін жазайық біз. Қалай болады сонда? Көлемі. Бізге белгілі параметрлер арқылы. Тең қалай болады? Көбейтіледі ба? 12 болып кетеді. l квадрат пен l куб болып кетеді. 12-ден пи l куб, l куб. Синус альфа алдына шығып кетеді ғой. Синус альфа. Жақшаның ішінде не болады? Мына екі қосып 2-ні береді ғой, жаңа дәлелдедік қой. 2 плюс косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа, косинус 2 альфа.
конустың көлеміне тең, маған тең екен. Қиық конустың көлеміне тең. Жауап қалай болды? Жауабын қайталап жасайын сіздерге түсінікті болу үшін. Жауабы қиық конустың көлемі неге тең? Бөлшек бөлімінде 12, алымында пи л куб синус альфа, жақшаның ішінде 2 плюс косинус 2 альфа. Міне, конустың көлемі осыған тең. Міне, есебіміз шықты. Қиық конустың көлемі мынаған тең екен. Міне. Ұнаса лайк қойып әріптестеріңізден бөлісіңіздер, және комментарий жазыңыздар. Менің каналымның басқа каналдарынан артықшылық өздеріңіз байқағандай, ұбт-ның оп-оңай есептерін алдымен күрделі планиметриялық және стереометриялық алгебралық есептерді талдаймын. Араттарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.